Еліміз бойынша мектеп оқушылары арасында Адал ұрпақ клубы жұмысын бастаған еді. Бүгінде жемқорлықпен күресуде көздеген бастама өз жемісін беріп келеді. Мектеп оқушылары клубтың мүшелігіне өтіп, қазір жаппай сыбайлас жемқорлықпен күресуді қолға алған. Ал күні кеше клуб мүшелері бас қосып, алда атқарылар жұмыстарды талқылады. Адал ұрпақ клубының слетінде қатысушылардың қарасы мол. Жиын барысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер кеңінен талқыланды. Ал 11-ші мектеп гимназиясының оқушысы Меруерт Қазыбек Адал ұрпақ клубының мүшесі. Ол клуб қатарына қосылғанына дән риза. Тіпті қатарласымен бірге жемқорлыққа қарсы тұруға дайын. Жалпы сыбайлас жемқорлық ол емделмес індет болып табылады қазірде. Біздің мектепте Адал ұрпақ атты клуб жұмыс істейді. Клубта 3 секция болады. Оның біріншісі жемқорлыққа қарсы іс-шаралар болса, екіншісі түрлі жағдайларға байланысты оқушылармен тілдесу. Яғни біз оқушылардың өз ойын анық біле алатын боламыз. Аталмыш клубтан мамандар зор үміт күтіп отыр. Жиын барысында іс-шараның ауқымы мектеппен ғана шектелмей, қоғам болып күресу керектігі айтылды. Мәселен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттің бірінші орынбасары Равиль Төлебаевтың бұл бастама оқушыларға білім берумен қатар адал ұрпақ болып қалыптасуға үлес қосады дейді. Білім ордаларымен тығыз жұмыс жасауды біз қазір қолға алып жатырмыз. Мектептегі оқушылардың арасында Адал ұрпақ еріктілер клубын, колледждер мен жоғары оқу орындарында саналы ұрпақ бұл жерде клубтар, еріктілер клубы да бар. Білім беру ордаларында көбінесе балдарымыз білім алатын болса, сонымен қатар біз қазір тәрбиеге де көп мән бергіміз келіп жатыр. Жиын соңында мектеп оқушылары департамент басшысының орынбасарына көкейде жүрген сауалдарынан жауап алды. Өз кезегінде Адал ұрпақ клубының жиыны жалғасын тауып, үнемі өткізілетін болады. Жобаның аясында парақорлықтан бойын аулақ ұстайтын, жемқорлыққа қарсы тұратын адал жастардың қатары артары сөзсіз. Әсел Шамбек, Айгүл Пралиева, Леспек Әбжаппар, 7-7 Ньюс.